Бәріңіз сәлем достар, сізден мақсат. Бүгін FIFA 14 ойынынан өзімнің карьерамды жалғастыратын боламын. Ал ендеше кеттік. Достар, календарьды қарайтын болсақ, октябрь 2016 октябрь болып жатыр уже. Сіздер нақты мен ойындарды көрмей қалған себеп менде техникалық ақаулар болып микрофон жасамай қалды. Сосын мына видеоны түсіргенде 4 матч ойнадым. Сол түсіргенде не болды? Бандикамда микрофон жасамай қалып тұрмын ма сондай болды. Сосын ол видеоны енді микрофон жасамасын салмай ақ қояйын дедім. Жалпы 4 ойын ойнадық. Бір победа, екі ничья, сосын бір поражение алдық. Қазір біз таблицада 10-ші орында тұрық. Осы клубта енді хотя бы топ 3-ке бірге түсу керек. Бірге түссек, если түсіп атсақ, онда біз Лига Европаға түсеміз. Квалификациясына, конечно. Сосын дальше өтуге тырысатын боламыз. Мен бірақ оны өту үшін негізі не істеу керекпін. Командамен ойнау керек, бірақ енді мақсаттың өзімен ойнай беремін, бір адам болып. Міне мына жақта көргеніңіздей, мақсат лучше всех дейді. Бір матчта бұл едім, игрок матча бұл едім. Дома Викинг ФК деген командамен ойнағанда ничего болып қалды. Ол кезде көптеген моменттер салмай алдық. Рейтингім көргеніңізде 69-ға көтерілді. Ал ендеше кеттік, енді бірінші матчымыз ойнайық. Міне достар, бірінші матчымыз бүгінгі видеода. Пока что енді календарьда заттар жоқ, жақсы матчтар жоқ. Неге десеңіз, пока что лиганың матчтары онша қызық емес матчтар. Лига Европаға түсіп атса, онда жақсы матчтар болады деген ойдамын. Гол салуға тырысамыз. Опа, міне. Удар. Гол. Ең бірінші голымыз, достар, енді осы командада бірінші голымыз болды. Ал міне атакаға кеттік. Опа, міне контратака, достар. Опа, міне екінші гол. 9-1 рейтинг, екінші гол, достар. Осы матч что-то вообще жақсы матч болып жатыр. Дубль жасап тастады уже бір матчта. Бұл жақсы результат. Енді бір голевой пас берсек, вообще жақсы ойнап тұр. Опа, үшінші гол, достар. Біздің рейтингіміз 9-да 4, көріп отқаныңыздай. Тренер вообще ойын ұнап жатыр, бүгінгі 2 гол салдық. Ай. Плохой удар жасадық. Ай. Угловой көтеріп бараймыз. Опа. Ай. Біздің доп болу керек, но. Опа. Ой. Офсайд. Мені банкіге отырғызып тастады. 3-0 счет. Ничего енді. Енді 2 гол салдық. Нормально. Шашақ болған соң отырғызған шығар. Білмеймін енді. Форма отличная. Бізде енді ойын кіммен болады? Тепелегян дейма бір командамен болады. Ол команда қазір біздің астымызда 11-ші орында тұрған команда. Содан кейін қай команда болады? Содан кейін
Боде Климт, ол да біздің астымызда болу керек негізінде. Вообще 15-ші орын. В общем, 6 очко алу керек біз енді 2 ойыннан. Неге десеңіз, енді бізге чемпионствоға тырысу керек. А то қазір жетпесек, онда жете алмайды сияқтымыз дальше. Міне осы видеодағы екінші матчымыз. И бүгін біз дома ойнайтын боламыз. Бұл жерде 3 очко алуымыз керек. Ой, один проход. Қандай удар жасадық. Йоу. Қараңыз, удар чуть-чуть. Кішкене ударды качать ету керек. Рейтингіміз 70-ге жетерлік күтіп жүрмін. Мен Краснодарға примерно нормальный рейтингпен бару керек. Бір хотя бы 73 шындай рейтингпен бару керек. Содан кейін кішкене бір сезонда ойнап Краснодарда соң трансфермен нормально ойнап жүрсек, оны трансфермен кетіп қалу керек. Неге десеңіз, РФПЛ-де көп жүргім келмейді. Қатты қызық емес матчтар. Жалпы қызық соперниктер бар енді Краснодарға. Ой, мен сөйлеп отқанда жақта біздің қарсылас команда әдемі удар жасады. Опа, міне. Ай, гол, достар. Ой, обводка, жақсы обвод, гол, не қалып кетейік. Пас, еще дальше. И удар. Ай, ужасный удар, ужас. Көтеру сұрау керек. Ай. Гол салу керек или бір голевой беру керек осы матчта, достар. Сондай цель бар пока что. Бір гол или бір голевой пас. Рейтингіміз жетті. И бірге өтіп жатырық. Дома оту керек енді осы. Мынақтап жүгіріп өтіп кете аламыз ба? Опа, міне, теп, удар. Ай. Нормально ойын кетіп жатыр негізі. Қызық ойын. И баспен сразу. Ай. И лонгшот. Ай, ну. Қандай удар істеді. Но вообще лонгшоттар 0 екен. Көтеріп бараймыз. И опа, подача! Біздің рейтингіміз әлі сол 69 қалпында тұрған шығар. 3 очконы алдық. 7-ші орындамыз. 15 очко. Бірінші орында командадан 8 очкоға жатырық. Молд ФК командасынан. Календар қара жіберейік енді. Жаңағы мына командадан кейін осы командалар қалды. Осы команда осы бір 3-ші орындарда тұру керек. 5-ші орында. Нормально. Енді алда 2 матч бар өзіміздің претенденттерімізде. Росенборг пен Валеранга футбол ма, сол 5 пен 6-ші орында тұрған командалар. Таблица других басқа лигаларда қарайық. Австрия бар. Бізге yazымыз Англия, Англияда бірінші орында Манчестер Сити 21 очкомен жатыр. Оның артында Эвертон, Уотфорд, Тоттенхэм, Арсенал, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Челси, Манчестер Юнайтед. Мықты прилично, бірақ енді Ливерпуль слишком астында жатыр екен. Басқа лига РФПЛ-ді қарайықшы. Біздің өз командамыз не болып атқаны. Мықты Лацио бірінші орында тұр. Біз өзіміздің лигамызден міне Краснодар 13-ші орында, достар. Бірінші орындағы ЦСКА-дан 10 очко қалып жатыр. Енді неудачный сезон болды, мүмкін или сезон басы болған соңғы. Лучшая команда недели. Біз лучшая команда недели алыппыз, достар. Мынақта бірақ лучшая команда недели айтқан. Бұл жерге мен кірмеппін. Болмапты. Бұл жерге кірмеген мен.
сборный шақыратын еді бізден негізі не болғанда. Затымыз Россия болғанда Қазақстан қойып қойдық, Қазақстан болып тұра береді ғой. 760 рейтингіміз. 10 голы ойды, 10 істейміз, сезон біткенше. Ничего. Кішкене тек бізде осы өзіміздің былай заттармен болады, бірақ енді мынақта көп қой матч басталады ғой. Что за матч? Бұл жерде сразу сезон біткенше не істеу керек. Сезон біткен соң стартовый состав не мой напалю. Мынау неге не істелмейді? Тренировка. Достар, енді осымен өз видеомды аяқтайтын болам. Сізден болған мақсат видеоны сал, лайктарыңызды басып, комментарий жасаңыздар, қуанып болам. Арнаға жазыламыз. Сізден болған мақсат қош, сау болыңыз.